Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ешқандай дәрі қолданбай-ақ үй жағдайында иммунитет көтеретін және вирусты шығаратын тәсілмен бөліспекшімін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен бір апельсинімізді алып, бас жағын кесіп алатын боламыз видеодағыдай. Енді апельсиніміздің пышақтың көмегімен ішін тазалап, ойып алатын боламыз. Суы да қажет болады бізге апельсиннің. Видеом пайдалы болып қолданып жатырған болсаңыздар, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер, және де тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Апельсиндеріміздің ішін тазалап болдық, суын бір ыдысымызға құйып алатын боламыз, бізге қажет болады. Және де бір дана пияз қажет, соны уақтап турап, осы апельсиніміздің суына қосатын боламыз. Бұл пиязымыздың суы біздің вирустарды шығаруға көмегі зор. Жөтел мазалап қақырық түспей жүрген болса, осы тәсілді пайдаланып көріңіздер, және балдарға да беруге болады. Оның үстіне бір шай қасықпен куркума қосамыз. Куркума біздің иммунитетімізді көтеріп, вирусқа қарсы жүреді. Ол да миотқа сіздің ешқандай аллергияңыз болмаса, дәміне қарай қоса берсеңіздер болады. Мен 2 шай қасықпен қосқан болатынмын. Дайын болған массамызды жақсылап араластырып, керіден ыдысымызға апельсиннің ішіне салатын боламыз. Ересек адамдарға 2 сағат сайын шай қасықтың көмегімен іше бересіздер, ал жас балаларға үлкен ас қасықтың көмегімен 3 мезгіл ішкізсеңіздер жеткілікті болады. Бұл тек бір күндікке ғана, келесі күні басқасын дайындап тағы да беретін боласыздар. Осылай 3 күн жалғастырып уақытылы ішсеңіздер, жөтелдеріңіз кетіп, қақырықтарыңыз жібейтін болады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Видеом пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлбану. Баршаңызға ем болсын ауырып жатырғандарға. Келесі видеомда жолыққанша сау болыңыздар.